Мен Алдайберген Эльвира, номер 208 негізгі мектептің 9 сынып оқушысымын. Мен сіздерді табиғатты аяла форумының аясында өзімнің тұрғылықты мекенім Байқожа ауылындағы ащы бұлақпен таныстырғым келеді. Бұлақ Қызылорда облысы Қазалы ауданы Байқожа ауылында орналасқан емдік су көзі. Бұл бұлақ 1974 жылы жерасты суының деңгейін білу үшін жүргізілген қазба жұмыстарының нәтижесінде пайда болған. Содан бастап бұлақ 50 жыл бойы тоқтаусыз қазірге дейін ағып жатыр. Қазіргі таңда бұлақ соның қасындағы Сырдария өзеніне арнайлап қазылған арықтар арқылы құйылып жатыр. Судың осылай ескерілмей, пайдаға өте аз мөлшерде жарап жатқанын байқап, осы істі қолға алғым келді. Осы тақырып аясында ащы бұлақтың пайдасы жөнінен сауалнама жұмысын жүргізген болатынбыз. Нәтижесінде бұлақ суы туралы білгісі келетіндер мен қолданып көрмегендер көп екенін байқадым. Менің ойымда осы ысыраппен ағып жатқан суды қайта қолданысқа енгізу болды. Ең алдымен аудандық зерттеу орталығына барып судың құрамымен таныстым. Су минералды заттарға бай. Ендеше осы ащы бұлақ суын пайдаланып көрген адамдардың өз ауыздарынан тиген пайдасын естейік. Гүлфариза ханым, сіз осы ащы бұлақ жөнінде жүргізілген сауалнама жұмысында ащы бұлақтың пайдасы тиді деп жауап берген екенсіз. Сол жайында айтып өтсеңіз. Ащы бұлақтың пайдасы өте көп. Мен оны өзімнің жаңағы қызымның бетіне пайдаланған кезінен білдім соны. Қызым қазір 9 жаста, 2016 жыл соғысымды босанған кезде бетіне диатез қаптап кеткен болатын. Сол диатезге қаншама мазар жақтық, дәрілер қаншама пайдаландық, қанша нәрсені, бірақ ешқандай нәтиже болмады. Сонымен осы ащы бұлақтың пайдасы туралы естіп, сол ащы бұлаққа апардық баланы жаз мезгілінде, өзі жазды күні босанған болатынмын. Содан кейін оны суын әкеліп, тағы да шомылдырып, бетін жуу арқылы баланың бетіндегі диатездің барлығы кетіп қалды. Негізі ащы бұлақтың пайдасы өте көп. Оны ауылдағы біраз адамдардан да білуге болады. Көп адамдар оның пайдасын көрген. Жақсы, сұхбатыңыз үшін рахмет. Ауыз улу, диатез, экзема, яғни тері ауруларын толыққанды емдеп шыққан көрінеді. Бұлақ суының ерекше бір қасиетінің бірі, ол тұтынушы үшін қай мезгілде болмасын өте қолайлы. Себебі ол аптаған ыстықта суық, ал қыста ысқылтым күйге енеді. Егер осындай іске жарамды болса, неліктен пайдаға жаратпасқа деп сыныптастарымен бұлақ басын толық тазалап, жан-жағын таспен қалап шықтық. Бұлақ айналасына ащы суға төзімді ағаштарды айналдырып егіп шықтық. Артынша дәрігер көмегімен арнайы ащы бұлақ суын қолдану нұсқаулығын жасадық. Бұлақ басына QR кодталған нұсқаулықты баннер ілінді. Осыған байланысты менің екі бірдей ұсынысым бар. Біріншісі осы жерге толық жабдықталған душ салу болса, екіншісі осы ащы бұлақ суын тұшыландыру. Қызылорда облысы тікелей суға тапшаймақ болғандықтан бетін аулақ қылсын. Болашақта қандай да бір суға тапшылық бола қалған жағдайда осы тұшыландырған суды егінге пайдалануға толық мүмкіндігіміз бар. Қорытындылай келе, табиғаттағы барлық табиғи ресурс адамның қорғауына тікелей тәуелді. Ал оны қорғау біздің парызымыз. Ал бұл ащы бұлақты қорғаудағы менің басты мақсатым бұның қолданысын тек дәріптеу емес, оның Қазақстанның ішкі туризмінің дамуына сәл болсын көмегін тигізер деген үмітім бар.